1, 2, 3. 1, 2, 3. Ай, естіліп тұр, Қайырлы кеш, қыздар. Бізге мына жерге тақырып шығара салайық. Тақырып бет эфир. Кеш жарық. Уәде бергеніміздей сағат 9-да бүгін міне 6-шы күн, 6-шы тақырып. Қазір қыздар қосыла берсін. Бұл осы марафонға жаңадан қосылған көптеген көрермендер бар, көрермендер. Және бұрыннан қатысып жүрген қыздар бар. Барлықтарыңызға кеш жарық. Жұма құтты болсын, бүгін жұма. Танымайтын қыздар, менің атым Роза Ашырбаева. Мен осы орталықтың негізін құраушы спикерлердің бірімін. Менің негізгі бағытым бұл ми қызметі және түпкі саны. Осы марафонда, тегін марафонда менің 2 тақырыбым болады. Ол осы бүгінгі түпкі саны тақырыбы және ертең осы тақырыптың жалғасы мидың қызметі туралы тақырып. Дайын болсаңыздар, бастайық, уақыттарыңызды алмайық. Менде ровно 1 сағат уақытым бар. 1 сағаттың ішінде бүкіл өзімнің айтамын деп ниеттеніп келген тақырыбымды айтып өтемін біріншіден. Және уақыт жетіп жатса, сұрақ жауап ашып, түсінбей қалған сұрақтарыңызға жауап беруге тырысамын. Дауыс дұрыс естіліп тұрған шығар деп ойлаймын. Біздің админ қыздар бір тексеріп қойыңыздар, кім Асия. Егер дұрыс болатын болса, онда бастайық. Бүгінгі тақырып түпкі саны. Көп қыздар білмейді, көп қатысушылар білмейді түпкі саны дегеніміз не. Неге біз бұл марафонға бұл тақырыпты қостық, оның маңызы не, адамның өмірінде оның алатын орны қандай деген сияқты. Сондықтан да менің бүгінгі осы сабақтағы мақсатым сіздерге түпкі сана туралы барынша анық ақпарат беру және түпкі сана туралы дұрыс емес мифтарды былайша айтқанда жою және барынша бір ғылыми ақпаратты сіздерге оңайлап түсінікті етіп жеткізу. Түпкі сана. Неге түпкі сана? Және ол түпкі сананы сіздерге түсіндіру үшін мен біріншіден мидың қызметі туралы және ми қандай орган, оның біздің өмірдегі алатын орнынан бастап өтуіміз керек. Қысқаша айтқанда, әңгімеміз бірінші мидан басталады. Түпкі сананы түсіндіру үшін. Ми дегеніміз не? Ол орган, білесіздер, черепной коробкадағы. Барлық адамдарда бар және ми барлық адамда бірдей орган, тек ондағы ақпараттар ғана әртүрлі. Ал негізі ол бірдей. Мысалы, сіз компьютер сатып алатын болсаңыз, сіз және сіздің көршіңіз компьютер сатып алдыңыздар. Бір магазиннен бірдей. Бірақ сіздің көршіңіз балалар ойнайтын ойын жазады, ал сіз жұмыс жасайтын программалар жазасыз сол компьютерға. Былайша қарағанда 2 компьютер бірдей, бірақ ішіндегі ақпарат бөлек. Тура сол сияқты адамның миы барлығымызда бірдей, ол бірдей қызмет, бірдей функция жасайды. Тек оның ішіндегі біздің басымыздағы ойлар бізді бір-бірімізден айырып тұрады, бөліп тұрады. Біреулер ойлайды, жаңағыдай қатты оқитын, 5-ке оқитын балалардың миы басқаша жұмыс істейді, ал 2-3-ке оқитын балалардың миы басқаша жұмыс істейді деп ойлайды. Негізінде ондай емес. Ми барлығында бірдей жұмыс істейді. Біз тек оны тек қолдануда. Сіз қалай қолданасыз, соған байланысты. Осы жерде бірінші мифті жою керек. Яғни 5 алатындар, қызыл дипломға бітіргендер, немесе жаңағы бастық адамдардың миы күшті істейді, ал жұмыс істемей отырған немесе 2 алатын 2-лік балалар деген сияқты ондай адамдардың миы нашар істейді деген нәрсе түсінік дұрыс емес. Барлық адамда ми бірдей істейді, тек оны қолдану мәселесінде. Ми, адамның миы, ол қазір мына жерде мен сіздерге 1-2 суреттер дайындап қойдым. Қараңыздар мына суретке. Адамның миы 100 миллиард нейрондық байланыстардан тұрады. Нейрондық байланыстар ол майда көзге көрінбейтін
шаштан да жіңішке нейрондық байланыстар. Және әр адамның миында 100 миллиардтан астам нейрондық байланыстар бар. Ол нейрондық байланыстар міне осылай көрініс береді. Олар бір-бірімен өте тығыз байланысты. Және кәдімгі мынау бар ғой, мынау магнитофондардың ішіндегі андай проводтар бар ғой, бір-бірімен араласып жатқан. Тура сол сияқты проводтар сияқты болады да ол. Бірақ егер проводтармен тоғы жүгіретін болса, нейрондық байланыстардың ішінде ақпараттар жүгіреді. Ол қандай ақпараттар? Ол яғни біздің ойларымыз. Яғни жалпылама келіп айтқанда, ми дегеніміз ол біздің біздің ойымыздың мекені, яғни тұратын үйі деп айтайық, біздің ойлардың. Осы бір түсінікті тағы бір қайталап айтайын. Ми деген орган, біздің ойларымыздың мекені. Енді қараңыздар, ой дегеніміз не? Адамның басында қаншама ой болады? Және оны қалай басқарады? Не болып жатыр өзі? Вообще мына мида не нәрсе болып жатыр деген сұрақ. Күніне әрбір адамның басына күніне 60 мыңнан 70 мыңға дейінгі ойлар келеді екен. Өздеріңіз елестетіп көріңіз, 60 мың мен 70 мың ой. Ол объем нереально көп. Адамның миы ол компьютер ғой, былайша қарағанда, биокомпьютер деп аталады. Әлемдегі ең мықты биокомпьютер адамның миы. Және күндігіне 60 мыңнан 70 мыңға дейінгі ой, яғни 60 мыңнан 70 мыңға дейінгі ақпаратты біздің миымыз былайша айтқанда қорытады, әрлейді, жинақтайды. Осы ақпараттарды жаңағы ми қызып кетпеу үшін не істейді? Ол саралап ойларды. Соның ішіндегі тек қана 5% ойды саналы ойға қалдырады да, 95% ойды түпкі санаға жібереді. Міне осы жерден бастап түпкі сана туралы әңгіме басталады, қыздар. Түпкі санаға қарай жібереді. 5% ғана саналы ой, ал қалған 95% ол бейсаналы ой. Түпкі сана, яғни біз оны сезінбейміз күнделікті өмірде. Мысалға былай қараңыз. Сіз мектеп бітіріп қойғансыз, бір 10 жыл, 15 жыл бойы мектеп бітіріп қойдыңызда, көшеде сіз жаңағы бұрынғы класстасыңызды көріп қалдыңыз. Сіз оны көрген кезде сіздің миыңыз автоматты түрде жұмыс істеп, сол класстасыңыз туралы ойларды есіңізге сала бастайды. Мысалы, сіз күнделікті өмірде ол класстасыңыз туралы күнде ойламайсыз ғой, телевизор көресіз, білмеймін, үйдің тіршілігі бар, өзіңіз отбасылы болатын болсаңыз, бала-шаға қарап деген сияқты, сіз күнделікті сол бәленшеев деген бірге оқыған баяғыдағы класстасыңыз туралы есіңізге түспейді. Бірақ оны көрген кезде сіздің миыңыз компьютер ретінде сол ақпаратты шығарады да, сізге есіңізге салады. Ол өткен класстасыңыз туралы ақпарат сіздің түпкі санада, яғни архивте, бейсаналы ойда ол сақталып тұрады. Ал сіз саналы түрде тек қана бүгінгі сіздің қазіргі күнге керекті, тіршілігіңізге маңызды, өте жаңағыдай срочный, өте важный деген ойларыңыз ғана санада тұрады да, ол 5%. Қалған керек емес, маңызды емес, дәл қазір сізге қажеті жоқ ойларды біздің миымыз автоматты түрде түпкі санаға қарай жинақтай береді. Ол ұмытып кеттім деген сөз емес, ол сіздің түпкі санаңызда бар ақпарат. Өзіңіз ойлаңыз, күндігіне 60 мың, 70 мың ой деп жатыр. Ол қандай ойлар? Ол тек қана мысалы сіздің бір ойларыңыз, мақсаттарыңыз, жаңағы жоспарларыңыз, бір жаңалық, бала-шаға туралы ақпарат, күйеуіңізбен әңгіме, немесе әке-шешеңізбен әңгіме деген сияқты, ол сияқты ғана ақпараттар емес, одан бөлек сіздің мысалы дәл қазір мынау ағзаңызда болып жатқан процестер бар ғой. Сіз демалып жатсыз, мені тыңдап жатсыз, құлағыңыз жұмыс істеп жатыр. Мені көріп жатсыз, көзіңіз жұмыс істеп жатыр. Қазір мен айтып жатқан ақпараттарды сіздің миыңыз қорытып жатыр. Дәл қазір сіз байқамайтын бейсаналы түрде көптеген ақпарат сіздің миыңызға құйылып жатыр. Осыны ми қазір жұмыс істеп, қорытып ол өзімен өзі жұмыс істеп жатыр, бірақ сіз оны сезбейсіз. Өйткені саналы түрде сіз қазір тек қана мені тыңдап жатсыз.
немесе қазір келесі бөлмеде жаңағы бала шағаңыз ойнап жатқан болса, соны көріп жатсыз де, соның примерно естіп жатсыз, көшедегі шумды естіп жатсыз, оны сіз саналы түрде сезініп тұрсыз. Ол 5% ойыңыз, а қалған сіз сезбей тұрған 95% ой сіздің қазір миыңыз обработка жасап, ол процесстер жүріп жатыр, бірақ сіз оны байқамайсыз. Представьте себе, өзіңіз байқаңызшы, ми деген не деген керемет компьютер, бүкіл сіздің ағзаңыздағы процесс, қан айналым, демалу, сіздің жүрек қағысы, лимфоузелдардың жұмыс істеуі, бүйректің жұмыс істеуі, енді кез келген жұмысты қазір ми басқарып отыр. Соны тоқтаусыз дұрыс жұмыс істеуін орталық жаңағы басқару компьютері жұмыс істеп жатыр. Осыдан ақ біліңіздер, мидың қаншалықты жаңағы сіздің өміріңізге қатысын, және мидың жаңағы сіздің түпкі санадағы сіз байқамай отқан ақпараттардың көптігін осыдан ақ білуге болады. Енді осы жерде білгеніміз, яғни сіздің саналы ойыңыз, сезіп жатқан ойыңыз ол 5%, ал сезбей тұрған ойларыңыз ол 95%. Қазіргі кезде ғалымдардың айтуы бойынша ол показатель, ол көрсеткіш осындай екен. Яғни мына сіздер білесіздер ғой, айсберг, мұзтау дейді ма, айсбергті да. Қараңыздар, негізі айсбергті, Титаникті көрген болсаңыздар, білесіздер, Титаник айсбергқа қарай кеткен кезде вроде бы қанша бұрса да бәрібір айсбергке соғысады. Неге? Өйткені айсбергтің ең көп бөлшегі ол судың астында, ал үстінде кішкене ғана бөлшегі қалқып жүреді. Сондықтан да біздің мына түпкі санадағы ойлар ол міндетті түрде сіздің өміріңізге әсер етеді, және оның әсері 95%, ал санадағы ойлар ол 5% екен. Осы көрсеткіштен ақ білуге болады. Сіздердің мен экранның дұрыс істемей тұрған сияқты. Осы неден ақ білуге болады, біздегі түпкі сананың өмірімізге қаншалықты әсері көп екен. Сондықтан да түпкі сананы не үшін білуіміз керек, ол бізге керек па, керек емес па, қажет не деген сияқты сұрақтарды мүмкін өзіңізге қойып отқан шығарсыздар, бірақ кез келген қазір психология, позитивті психология, популярный психология, қандай психологияны оқысаңыз да, қай авторды оқысаңыз да, бәрібір қанша дегенмен көп ақпараттарды айтарда сізге кітаптарда жеткізгенде түпкі сана тақырыбына, бейсаналы ақпараттар тақырыбына міндетті түрде әңгімені әкеп соғады. Өйткені ол заңдылық біздің ойымыздың, біздің өмірімізге әсер ететін ойлардың 95% түпкі санада болғандықтан оны байқамай кету, оны айтпай кету мүмкін емес. Сондықтан да осы марафонға бұл тақырыпты қостық. Біздің тыңдаушы қыздар осы ақпараттарды білу керек деген ойдамыз. Сондықтан да түпкі сана тақырыбы осындай. Енді келесі сұрақ, түпкі сана. Оған ол туралы сіздерге көбірек түсіндіріп айту үшін тағы қалай айтсам болады. Мысалы, түпкі санадағы ақпараттар, енді мен айтып шықтым ғой да, сіздің жаңағыдай келіп түскен ақпарат қайдан келіп түседі? Көру, көз арқылы, және құлақ арқылы, сезіну арқылы. Сіз мысалы үшін білесіз, адамның денесі жылы, ал орындық ол мұздай деген сияқты. Тактильді сенсорлы ақпараттар, оны да ақпарат дейді. Естіген әңгімеңіз, ол да ақпарат, көзбен көргеніңіз ақпарат, дәмді сезгеніңіз, бүкіл сенсорлық органдарыңыздан келіп жатқан ақпараттың бәрі ол сырттан келіп жатқан ақпараттар, және оның бәрі миға түседі деп айтылды. Миға миға ой түрінде саналы ой немесе түпкі санадағы ой болып түседі. Ал енді осы ақпаратқа сүйене отырып сіздерге айтайын деген нәрсе, негізі түпкі санадағы ақпараттар бұл былайша айтқанда, жалпылама айтқанда, бұл сіздің бүкіл өміріңіздегі тәжірибеңіз сақталған ол жерде. Сіздің басыңыздан өткізген шақтарыңыз, сезген сезімдеріңіз, көрген киноларыңыз, оқыған кітаптарыңыз, өскен ортаңыз, отбасыдағы салт дәстүр, жаңағы отбасыдағы қарым-қатынас, осының барлығы сіз туылған кезден бастап, бірақ қазір ғалымдар айтып жатыр, адамның түпкі санасындағы ақпараттар туылған кезден бастап емес, уже ананың құрсағында жатқаннан бастап жазылады екен. Өйткені
баланың миы уже іште жатқан кезде уже формирование бастады, құрыла бастайды. Сол кезден бастап ол бірінші ақпараттар ананың құрсағында жатып бала оның көңіл күйіне байланысты, қорқынышына байланысты, жаңағы сезген сезімі, қуанышы деген сияқты осы эмоцияларына байланысты ақпараттарды уже іште жатып жинайды екен да. Одан кейін бала дүниеге келеді. Дүниеге келген күннен бастап әлемді тану, адамдарды тану, анасын тану, және өзі өскен жаңағы ортадағы, отбасыдағы болып жатқан іс-әрекет жағдайлардың бәрін түпкі сана архив ретінде сақтайды. Бұл бір жағынан жақсы, ал жаман жағы көп адамдар осы ақпараттар ешқашан өзгермейді және өмірімде өзгермейді деген сеніммен көбірек жүреді екен. Бірақ өзі мидың өзі сондай орган ғой, ол ешқашанда ақпарат жинауды, былайша айтқанда ақпарат жинауды жалықпайды, ешқашан тоқтатпайды. Сіз жаңағыда қаласаңыз да, қаламасаңыз да, дәл қазір сіздің миыңыз жұмыс істеп, сіздің жан жағыңыздағы болып жатқан ақпараттарды жинақтаумен қазір жұмыс істеп жатыр. Жаңа айтылды, сіздің бүкіл өміріңіздегі болған басыңыздан өткен әрбір оқиға, әрбір күннің былайша айтқан сценарийі сіздің миыңызға жазылды. Түпкі санада, мида бәрі жазылды. Ол біздің өмірге қалай әсер етті? Сол жиналған ақпараттардың аясында біздің миымыз бізге бір определенный бір өмірлік сценарий жасап береді. Байқасаңыздар, көп отбасыларда, мысалы, ол ұқсастықта, мысалға, көп отбасыларда мынандай, жаңағы әкесіз өскен қыз тұрмысқа шығуға қиналады. Неге? Өйткені ол өмірінде әкесі болған жоқ қой. Яғни ол анасын, оның қасында күйеуі бар екенін көрген жоқ. Күйеуімен қалай тұру, отбасылы өмір сүру деген сияқты көрген жоқ. Немесе егер көз алдында ажырасқан болса, әкесі анасына көп жаңағыдай ренжітіп, жүрегіне қаяу салып, сондай моменттерді бала көріп өссе, қыз бала сөйтіп көріп өссе, оның миында уже түпкі ол ақпарат кетіп қалды. Және оның миында бір заңдылық туындайды да, так, ер адамдармен өмір сүру қиын, отбасы құру, өмір сүру қиын, олар обязательно жаңағыдай ұрады. Ер адамға отбасыны сақтап қалу маңызды емес, ол тек әйелдерге ғана керек. Әйелдердің өмірі қиын деген сияқты ақпаратты уже кішкентай кезден қыз уже біліп көріп өседі да, и ол ертең тұрмыс құратын кезде оған қиын болады. Не құрмайды, не құрған жағдайда оның өмірде тура сол нәрсе қайталанады. Неге? Өйткені мида сценарий бар да, ондай емес деген сияқты. Понимаете? Ол деген жаңағы мидың былайша қарағанда ловушкасы да. Яғни сіздің өміріңізде осы уақытқа дейінгі жиған тәжірибені почему-то адамдар осы менің жиған тәжірибем бұл заңдылық деп қабылдайды, бұл өмірлік факт деп қабылдайды. Ал негізінде ондай емес. Кез келген адам, сіз егер сол басыңыздағы жылдар бойы жиналған ойды, фактыны өзіңізге сендіріп өзгерте алсаңыз, міндетті түрде өміріңізде де өзгеріс болады. Біз өйткені шектеу қойып тастаймыз ғой. Тек қана өмірдегі басымыздан өткен тәжірибенің жан-жағындағы ғана әсерлерді ғана қабылдаймыз да, қалған нәрсеге шығуға қорқамыз, яғни өзімізге шектеу шығарып қоямыз. Мысалға, ойбай, мен өмір никогда мен әке-шешем самолетқа отырмаған, жаңағы шетелге шықпаған, қорқады, яғни мен де қорқам деген сияқты бір түрлі бір ойлардың бір шекарасында жүреміз. Немесе ақшаға байланысты мәселе. Егер сіз жаңағы кішкене жоқшылық көрген отбасына өскен болсаңыз, сіздің өзіңіздің жаңағы мол дәулетті өмір сүруіңіз кішкене қиын болады. Неге? Өйткені сіздің миыңызда кішкентай кезіңізде мынау жатталып қалған бір сіздің отбасыңыздың сценарийі бар да. Оны өзгерту мүмкін емес деген ой бар, еще оның үстіне еще қосып аласыздар. Мүмкін емес. Мен сондай отбасыдан өстім ғой да. Етікшінің баласы етікші болады, әкімнің баласы әкім болады деген сияқты осындай бір ойларды айтады біреулер да. Ал негізінде ондай емес. Өмірде былай қарасаңыздар, өте көп жағдайлар, когда қара жұмыс істеп жүріп жетістікке жеткендер, мысалы өзіміздің президентіміздің өзі темірші болған, ал қазір ел басқарып отыр деген сияқты да. Тура сол сияқты адам ешқашан мойымаса, жаңағыдай депрессивті ойларға түспесе, болды, менің көрген күнім осы, мен етікшінің баласымын ғой, мен ешқашан жақсы өмір сүрмеймін,
бұл әлемде тек қана шенеуніктің балалары, әкімнің балалары ғана, байдың балалары ғана жақсы өмір сүреді да, ал менің дипломым жоқ, мен тіл білмеймін, мен ешкім емеспін деп өз-өзін сендірген адам шынында да өмірінде ешқашан ешқандай жетістікке жетпейді. Өйткені ол миға өзіне сол ақпаратты өзіне өзі беріп жатыр ғой. Ал ми ең бірінші кімге сенеді? Ол бірінші болып сізге сенеді. Понимаете? Оған ең бірінші сенетін оның адамы, мидың сенетін ақпарат жаңағы ақпарат каналы ол сіз өзіңіз. Енді осы жерде мән беріңіз. Сіз күнделікті қандай ой ойлайсыз? Өзіңіз туралы, қоршаған әлем туралы, адамдар туралы, күйеуіңіз туралы, балалар туралы ойларыңыз сіздің қандай? Егер сол туралы ойыңыз сіздің негативті болатын болса, онда, пожалуйста, сіздің өміріңізде тура сол негативті нәрсе. Яғни, былайша қарағанда, сіздің түпкі санадағы болсын, санадағы болсын, ойларыңызды өзгерту сіздің қолыңызда. Яғни, телевизордың пульті сіздің қолыңызда. Егер сіз сол пультті қолданып, өзіңізге керек каналдарды қоятын болсаңыз, өзіңізге ұнайтын киноларды қоятын болсаңыз, яғни миға дұрыс ақпаратты бере отырсаңыз, онда сіздің өміріңіздің өзгеруі әбден мүмкін. Ол сіздің қолыңызда. Сондықтан да жаңағы әйгілі авторлар айтады, ойыңды өзгертіп, өміріңді өзгерт деп айтады. Подсознание может все. Джон Кэха, Джон Кэханың сондай кітабы бар, бестселлер, әлемдегі ең көп сатылымға ие кітаптардың бірі, ең көп тілдерге аударған кітаптардың бірі. Қазақ тілінде де бар, авторын білмеймін кім аударған, бірақ аударылған түйсігіңмен ойлай біл деп қазақ тіліне аударылған версиясы да бар. Яғни түпкі санадағы ақпараттарды сіз ақпараттармен жұмыс істей отырып және оны трансформациялай отырып, өзгерте отырып, сіз міндетті түрде өміріңізге де өзгерте аласыз және санадағы ойды да контроль жасауға болады. Осы мына бүгінгі мен айтып отырған ақпараттарды біле отырып, естественно, сіздерде қазір сұрақ туындауы мүмкін да, не істеймін дегендей да, не істейміз енді осының бәрін білгенде, что дальше делать деген сияқты да. Біріншіден жаңа айтып өткендей, біздің миымызға ақпарат әртүрлі жаңағы неден түседі, каналдардан түседі. Ол жаңағы дәм сезу, көру, құлақ деген сияқты. Ең көп қазір, особенно біз қазір көбірек әлеуметтік желіде отырамыз, телевизор көреміз, сериалдар көреміз, кино көреміз. Ең көп ақпарат әрине біздің естумен көзден келеді. Мидағы ақпарат, ми ол ақпараттардың бәрін кәдімгі жинай береді да, және оны бір өмірлік факт ретінде сізге ертең соны сіз шешім қабылдайтын кезде, жаңа бір нәрсені жоспарлайтын кезде сізге как жаңағы кедергі ретінде келтіріп тұрады. Мысалы, сіз телевизордан неше түрлі қорқынышты жаңағыдай жаңалықтарды көресіз. Ойбай, ана жақтан ананы өлтіріп кетіпті, мынаны бүйтіп кетіпті, мемлекет халықты тонап жатыр екен, қырып жатыр екен деген сондай ақпараттарды естіп аласыз. Өзіңізден өзіңіз қорқасыз, үрейленесіз, бизнес ашу үшін жаңағыдай уайымдайсыз, немесе күйеуіңіздің жұмысы үшін уайымдайсыз. Оның бәрі стресс. Ал ақпарат берушілер не істейді? Олардың ол жұмысы кішкентай болмайтын нәрсені үрейлендіріп рейтинг жинау, олардың жұмысы. Былайша қарағанда сіз телевизордағы болып жатқан ақпараттарға сену арқылы, сіз жаңағыдай соған паника жасау арқылы жаңалық берушілердің сіз рейтингісін көтеріп отырсыз да, журналистердің былайша қарағанда қарнын тойдырып отырсыз да. Ал негізі оның бәрін фильтр жасау керек. Сондықтан да осы былай ғой, түсіп келіп жатқан ақпараттардың бәріне сіз бүгіннен бастап, осы бүгінгі эфирді көрдіңіз ба? Бүгіннен бастап сіздің миыңызға түсіп келіп жатқан ақпараттарды саралаңыз және қысқартыңыз. Бұл информационный диета дейді, ақпараттық диетаға отыру дейді. Ми барлық ақпаратты қабылдай беретін болғаннан кейін, это все равно, что қазір сіз асқазанға кез келген мусорды тыққанмен бір дейді, картошканы қабығымен жеу, пиязды жеу, шикілей жеу, білмеймін, баклажка жеу, мусордың пакетін жеу деген сияқты да. Понимаете, сіз қазір кез келген ақпараттарды ішіңізге тыға бергеннен кейін, жаңағы өсек аян тыңдау, керек емес жаңалық тыңдау, дешевый сериалдарды көру, тағы не жаңағыдай біреудің ұрысына кірісу, обсуждать ету, керек емес комментарий жазу, негатив жазу, өсегі айту, біреудің артынан ғайбат айту деген сияқты
осы мәселенің бәрімен сіз қазір практически миыңызға мусор жегізгенмен бірдейсіз да, потому что осы мусордың бәрін жинайды да, ертең ол ми, ол түк те емес, оны сізге ертең өмірлік факт ретінде алып келіп береді. Яғни сіз сол мусор арқылы өзіңіздің өміріңізді құрасыз да. А вот скажите, легче же өзіңізге керек дұрыс ақпараттарды тыңдап, жақсы әдемі әңгімелерді тыңдап, пайдалы ақпараттарды тыңдап, сабақ оқып, өзіңмен жұмыс істеп, постоянно миыңды тыныштықта ұстау, жаңағы гармонияда ұстау, өз ойыңды өзің контроль жасау арқылы өміріңе тыныштық әкелу, өзіңнің миыңа тыныштық әкелу, яғни миыңды сондай бір ақпараттық диетаға отырғызу, бұл сіздің өміріңізге әлде қайда пайдалы іс-әрекет. Жаңағы айтып өткен мусорды жеу, мимен мусорды жеу, былайша қарағанда сізді жақсылыққа алып келмейді. Сондықтан да егер өз өміріңізді контрольдағыңыз келетін болса, өзіңіздің нервіңізді, миыңызды, ойыңызды контрольдағыңыз келетін болса, бүгіннен бастап мусор жеуді қойыңыз керек, осы нәрсеге мән беріңіздер. Инстаграмдағы, фейсбуктағы керек емес парақшалардан надо отписаться. Қазір неше түрлі блогерлар бар, которые негатив айтатын, жаңағы ұрыс шығаратын, жаңағы халықты өздерінше гражданский активист болып шулатып, осындай хайповать ететін адамдар көп, сондай парақшалар да көп. Лучше ондай парақшалардың бәрінен отпишитесь, ондай мусормен, шлакпен миларыңызды толтырмаңыздар. Бұл өте маңызды. Бұл сіздерге бірінші, былайша қарағанда лайфхак, бүгінгі сабақтан алатын сіздердің бірінші тапсырмаларыңыз, міндетті түрде өмірлеріңізге енгізіңіздер. Осы жерде айтады да, мен бір кино көрген, «Ешь, молись, люби» деген кино бар. Көргенсіздер ме? Джулия Робертстың жаңағы главный роль Джулия Робертстың киносы. Сол жерде ол жаңағы Индиядағы ашрамға барған кезде оған бір адам айтады да, адам дейді өзінің ойын күнделікті киім таңдағандай қылып таңдай білу керек дейді. Мысалы, маған да көп дайректке сұрақтар келеді. Роза ханым, басыма неше түрлі қорқынышты ойлар келеді. Мен ойымды контроль жасай алмаймын, басқара алмаймын, мен қорқа беремін деген сияқты осындай ойлар келеді да. Егер сізде де сондай нәрсе болатын болса, онда сізге өзіңізден басқа ешкім көмектесе алмайды. Өйткені адам күнделікті өзінің миындағы, өзінің басындағы ойын тура киім таңдағандай етіп таңдай алу керек. Сіз мысалы жұмысқа баратқан кезде, тойға барған кезде, немесе таңертең тұрған кезде таңдайсыз ғой киім, мынаны мынамен киемін, мына аяқ киімді киемін, мына нәскиді киемін деген сияқты да, таңдайсыз ғой. Тура сол сияқты адам өзін ойын контрольда ұстау, өзін ойын таңдай білу, яғни сол 5%-дық санада барынша позитивті ойды сақтай білу керек. Сондықтан да позитивті ойлау осы мәселеде өте маңызды. Ютубта біздің Алматы әйелдер орталығы YouTube каналында менің позитивті ойлау деген жаңағы эфирім бар, 1 сағаттық. Егер ерінбесеңіздер, уақыттарыңыз болса, соны көрсеңіздер болады. Ол жерде неге біз позитивті ойлауымыз керек, және оның біздің өмірімізге әсері қандай деген сияқты сұрақтарға мен жауап бергенмін. Ал қазір қысқаша айтатын болсақ, сіз жаңағы 5%-дық санадағы 5%-дық ойдың өзін тек қана негативке толтыра беретін болсаңыз, онда былайша қарағанда сіз өзіңізге өзіңіз жамандық істеп отырсыз. Барынша, сондықтан да кез келген қазір бір психологқа барсаңыз да, тренингке, семинарға қатыссаңыз да, позитивті ойла, жақсы ойла, ойыңды тазартып отыр деп айтады. Осы мәселеде мән беріңіздер, барынша позитивті ойлауға тырысыңыздар. Өйткені жаңағы сіз 5%-дық ой арқылы түпкі 95%-дық түпкі санаға сіз өте көп әсер етесіз. Ол өте маңызды. Сондықтан да екінші сіздерге сол жаңағы жұмыс, ақпараттық диетаға отырғаннан кейін барынша өздеріңізді позитивті ойлауға, және позитивті деген жақсы ойлауға, және негативті, яғни жаман ойлардан арылып отыруға тырысыңыздар. Бүгінгі менің эфирімнен кейінгі сіздерге берілетін үй тапсырмасы ретінде сіздерге бір техника беріледі. Соны өздеріңіз анықтап оқып, және соны жасап көріңіздер, жасауға әрекет етіңіздер. Бұл сіздерге негативті жаңағы жаман ойлардан арылуға, кішкене миды жаңағы 5%-дық санадағы ойларды тынышталдыруға, миыңыздағы ой жаңағы шатасыватқан ойларды реттестіруге, және әр ойыңызды жаңағы киім таңдағандай қылып таңдап, так, мен бүгін мына ойды ойлаймын да,
бұдан кейін мен мына ойды ойламаймын, осы жерден мені стоп, бүгіннен бастап мен қайынсіңлім туралы немесе енем туралы жаман ойламаймын, барынша мен жақсы ойлауға тырысамын, өзімнің ойымды тек жақсылыққа бұруға тырысамын деп шешім қабылдап, осындай әрекетке сізге көмектесетін бүгінгі эфирден кейін телеграм каналда сіздерге тапсырма берілетін болады. Сол тапсырманы міндетті түрде оқып шығыңыздар, жасаңыздар. Негізі сосын жасаған кезде бір-бірлеріңізбен, жаңағы құрбыңызбен болсын, немесе ересек болып қалған қызыңызбен, балаңызбен, немесе күйеуіңізбен болсын, отырып жасауға тырысыңыздар, бірге жасасаңыздар қызықтау болады, бір-біріңізге жасап көріңіздер деген сияқты да. Осы техниканы міндетті түрде жасаңыздар, көріңіздер. Лично маған өте жақсы көмектеседі, және оны жаңағы көбірек жасаған сайын ол әдетке айналады. Сіздерге де бір жақсы, бір полезный привычка болсын, осы мәселеде мән беріңіздер. Яғни ең бірінші ақпараттық диета, керек емес каналдардан, телевизорда керек емес сериалдардан, жаңалықтардан, инстаграмдағы парақшалардан отписывайтесь, барынша миды пайдалы нәрсемен толтыруға тырысамыз, ақпараттық диетаға отырамыз. Екінші, жаңағы миды саралап үйренеміз, ойлы барлық ойыңызды саралап үйренуге тырысамыз жаңағы техника арқылы. Және үшінші, позитивті, тек қана жақсы ойлауға тырысамыз. Мүмкін бүгін жасаған кезде вдруг болмай қалса, ертең солай жасаған кезде вдруг болмай қалса, түкте мойымаңыздар. Бұның бәрі ол әдет ретінде бір рет жасайсыз, екі рет жасайсыз, үшінші рет жасаған кезде ол міндетті түрде сізге жақсы әдет болып қалыптасады және уже оңай болады. Білесіздер, кез келген әдетті үйрену үшін 21 күн керек. Баланың өзін есіңізге түсіріңіз. Баланың өзін мысалы қасықпен тамақ жегізу үшін де біраз әрекет етесіз ғой, ол үстіне төгеді, жағады, ұстай алмайды. Ол да бір әдет қой балаға деген. Тура сол сияқты осындай ойды саралау, жаңағы позитивті ойлау, жаңағыдай өзіңнің ойыңды контрольда ұстау деген нәрсенде кез келген адам, есіңізде болсын, кез келген адам оны үйрене алады. Және өзім бүгіннен бастап мен соны үйренемін деп бел бұсаңыз, міндетті түрде үйренесіз және техникаларды қайталап отырыңыз. Осы мәселеде, осы жерде тағы да сіздерге мысалы инстаграмда болсын, кез келген жерде өте бір андай распространенный, ең көп қойылатын сұрақтардың бірі, түпкі сананы тазалап тастауға бола ма, және түпкі сананы тазалайтын техника деген сияқты ақпараттар көріп жүрген болсаңыздар, егер де инстаграмда бұл дұрыс емес ақпарат, түпкі сананы тазалау мүмкін емес, өйткені жаңа айтқанымдай, бұл сіздің бүкіл өмірлік архивіңіз, бұл сіздің тәжірибеңіз, сіздің эмоцияларыңыздан, сіздің басыңыздан кешкен сезімдеріңізден, не сезіндіңіз, не көрдіңіз, қандай әдеттеріңіз болды, осының бәрін сақтайтын бұл ақпарат, түпкі санада архив, яғни оны мүлдем тазалап тастау мүмкін емес, оны жасау да мүмкін емес. Ол тек қана жаңағы сіз мидан үлкен травма алып, жаңағыдай комаға түсіп, білесіздер, кейбір мидан қатты зақым келіп, авариядан болсын, басқадан болсын зақым келген кезде кейбір адамдар жаңағы не болып қалады, бір кішкентай бала сияқты болып қалады, вроде бы взрослый человек, бір травмадан сонда кішкентай бала сияқты болып қалады. Неге? Өйткені жаңағыдай миға зақым келеді да, түпкі санадағы, мидағы, нейрондағы ақпараттардың біразы дұрыс істемейді, немесе өшіп қалады да, адам, үлкен ересек адам жаңағыдай бала сияқты болып қалады. Бұл тек сондай жағдайда ғана түпкі сананың бір какой-то зақым келіп тазалау мүмкін. Так есі дұрыс, миы дұрыс істейтін ересек адамның түпкі санасын мүлдем тазалап тастау мүмкін емес. Біз тек түпкі санадағы ақпараттарды біз алдымызға қойған бір мақсаттар, алдымызға қойған бір жоспарлар, идеяларымыз, бір қадамдарымызды жасар алдында, егер біздің түпкі санамызда сол қадамдарымызға, жоспарларымызға керағар немесе жоспарларымызды бұғаттайтын, шектейтін түпкі санадағы ойлар болатын болса, біз соны тек қана трансформациялай аламыз, немесе өзгерте аламыз. Қалай? Өзімізді сендіру арқылы да. Ал басқа оны тазалап тастап, орнына басқа бір нәрсе жазу, өшіріп тастау деген понимание жоқ. Ондай ұғымның өзі ол былайша айтқанда ошибка, қателік. Осындай ақпараттарға сенбеңіздер. Бұл ғылыми
недоказанный нәрсе болғандықтан осылай, әңгіме осындай. Вот. Мен ойлаймын, ең популярный сұрақтарға жауап бердім деп ойлаймын. Менде қазір ровно 20 минут уақыт қалды. Барынша бүгінгі тақырып бойынша сіздерге сұрақтарыңызға жауап беруге тырысамын. Тек қана бүгінгі тақырып бойынша. Хорошо? Глупый вопростар қоймаймыз, керек емес сұрақтар қоймаймыз. Сондықтан да барынша тақырыпқа байланысты егер түсінбеген моменттеріңіз болса, жауап беруге тырысамын. Барынша позитивті болады, қыздар, қазір комментарийді ашамын. Так, негатив жазған қыздарды өшіріп тастаймын деп қорқытып қойын да. Так, менде қазір сұрақтар оқылу үшін мне надо будет это удалить. Вот. Қалайсыздар? Бағаналы бері үндемей тыңдадыңыздар ғой, енді кішкене комментарий ашып. Барынша түпкі санадағы установкаларды қалай өзгертеміз? Өзгерту амалдары өте көп. Дауыс жақсы, қыздар маған тексерді, тек телефонның дауысын шығарыңыздар, немесе наушникпен тыңдауға тырысыңыздар. Бұл түпкі санадағы ойларды трансформациялау. Негізі әдістер өте көп. Қазір енді бұл ақпарат өте не болғаннан кейін бұл технологиялар да көп. Қазір егер естіген болсаңыздар, MasterKit бар. Ол ақылы тұратын қымбат дүние. Одан бөлек негізі даже MasterKit болсын, басқа да техникалардың бірден бір түйіні, ол түпкі санадағы сіз сеніп тұрған қазіргі ойды өзгерту, басқа оймен өзгертіп, енді сіз мынаған емес, мынаған сенесіз, яғни сенімді өзгерту, сол ойға деген сеніміңізді өзгерту арқылы можно будет поменять установку, трансформировать можно. Сондықтан да қандай тәсіл тапсаңыз да, оның түпкі мағынасы сол болады, яғни өзіңізді басқа ойға сендіру. Егер сіз бұрын ер адамдардың бәрі нашар, олардың бәрі әйелдерді ұрады деген нәрсеге сенетін болсаңыз, енді барынша жоқ. Бұл әлемде еркек әйелдерді ұрмайтын, өте сыпайы, семьясын асырайтын жігіттер өте көп. Ондай адамдар бар деп өзіңізді сендіру арқылы, сондай адамдарды іздеу арқылы, қалай Инстаграмда, Гуглда іздеу арқылы деген сияқты, сөйтіп өзіңіздің ойыңызды өзіңіз өзгерту арқылы, былайша қарағанда тегін установканы өзгертуге болады. А то неше түрлі техникалар бар, платный, не платный. Көп жылдық ренішті мидан қалай өшіруге болады, немесе кешіруге болады. Қыздар, кешірім техникасы болды, ол сол күнгі сұрақ, бүгінгі сұрақ бойынша, бүгінгі тақырып бойынша. Ақтөбеден сәлем Ақтөбе. Нашар естіледі, қыздар, өтініш, мына жерде қыздар маған техникалық нелер жауап берді, дауыс дұрыс деп жатыр, мүмкін өздеріңізде шығар. Поэтому наушникпен тыңдаңыздар, мен енді ештеңе істей алмаймын. Жаман ой келе береді, қалай істесе болады, айттық қой да. Бүгінгі қазір техника болады, сіздерге беріледі қазір, үй тапсырмасы ретінде, соны қолданыңыздар. Love you дейді, рахмет қыздар. Так, медитацияны қалай тез үйренуге болады? Медитацияны үйрену біреулерге қиындық туғызады, біреулерге оңай болады. Бұл мәселе жаңағыдай ғой, ойды тынышталдыра білу және бір нәрсеге концентрация жасау білу да. Жаймен тәжірибе жасап үйренуге болады. Бірден болмаса, өзіңізге ренжімеңіз, өзіңізді ұрыспаңыз, жаймен жасауға болады. Так, сәлеметсіз бе? Түпкі санада тек жек көрішті, қорқынышты көп болса, бұдан кейін қалай іс-әрекеттер жасау керек дейді. Түпкі санада тек қана жаман нәрселер болуы мүмкін емес. Просто вы можете об этом помнить. Особенно қараңыздар да, айттым ғой, түпкі санада бүкіл ақпарат, жақсысы болсын, жаманы болсын, бәрі болады. Бірақ біз санада қайсысын ұстаймыз? Көбіне, егер сіздің ішіңізде реніш, өкпе реніш тола болатын болса, сіздің ойыңызда тек қана жаман ойлар болады. Сіздер егер кешірім техникасын дұрыс істеген болсаңыздар, мысалы, допустим, сіз папаңызға қатты ренжідіңіз, все свое детство, бүкіл балалық шағыңызды бойынша сіз әкеңізге қатты ренжулісіз. Бірақ сіз кешірім техникасын дұрыстап, миыңызды қосып отырып, отвлекация етпей, шын көңіліңізбен жасасаңыз, міндетті түрде сіздің миыңыз жаңағы реніш, өкпе, ақпараттан будет освобождаться, эмоциональды түрде сіз жылап аласыз, техниканы жасап,
освобождение болады да. Содан кейін егер сіз дұрыс жасаған болсаңыз, папаңыз туралы миыңызға жақсы, бұрын бала шақта оның жасаған жақсылықтары, сізді қалай жақсы көргені деген сияқты осындай ақпараттар ми өзі лақтыра бастайды, иә, өз байқайсыз. Сондықтан да осы мәселеде тек жаңағы мидағы жаман, менің ойларым көп десеңіз, жаман ой обычно неден болады? Ыза кектен болады, иә, өкпе реніштен болады. Біздің мына марафондағы бағдарламаның өзі солай құрылған да. Сіздер міндетті түрде бірінші күні үйлеріңізді тазалау керек едіңіздер. Одан кейін кешірім, ерте тұрып үйреніп, одан кейін кешірім жасауларыңыз керек еді. Одан кейін шүкіршілік айтуларыңыз керек еді. Осы 4 этапта сіздер өткендеріңізде, иә, самооценканы жасағаннан кейін, сіздер уже бүгін мына сұрақты қоймайларыңыз керек та. Уже видно, что сіздер марафонды дұрыстап өтпегенсіздер. Егер тақырыптардың бәріне мән беріп тыңдап, лекцияны жазып, тапсырманың бәрін қантай қылып, күшті қылып істесеңіздер, қазір мына сұрақтар туындамас еді. Бүгінгі тақырыпқа сіздер жаман ойларым бар, құтыламадым деген сияқты сұрақтармен келмеулеріңіз келеді. Сондықтан да қыздар, тапсырмалардың бәрі сақтаулы тұр телеграм каналда. Кіріп барынша жасаңыздар. Алла разы болсын дейді. Рахмет. Ауырып жатқан адамға қандай мотивация беруге болады жазылу үшін дейді. Тақырыпқа байланысты емес, бірақ мен енді барынша көңілін аулауға, жақсы позитивті әңгіме айтуға, кішкене өзінің ауруын ойлай бермейтіндей бір басқаша әңгімелерге отвлекать етуге тырысар едім жекемен, иә. Одан бөлек мысалы Балхия ханым болса, немесе Лаура ханым болса, сіздерге айтар еді, дұға оқыңыздар, дұға айтыңыздар, иә, мұсылманның мұсылманға айтқан сұраған дұғасы қабыл деген сияқты осындай мәселелерді жасауға тырысыңыздар. Сұрағыңызға жауап бердім деп ойлаймын. Есте сақтау қабілетін жақсарту, ойды жинақтау жолдарын бар ма дейді. Негізі бар. Японияда уже 50-60 жылдан бері определенный техникалар бар да, жасалынатын тренировка для мозга деген. Ол жерде уже кітапта бар. Егер кітап дүкендерінен қарасаңыздар, японская техника тренировки мозга деген кітаптар бар да, орыс тілінде. Сол жердегі жаттығуларды жасау арқылы есте сақтау қабілетін 20-30%-ке дейін жақсартуға болады. Яғни мидың концентрациясы, өзіңіздің концентрацияңызды жөндеу арқылы есте сақтау қабілетін жөндеуді. Енді жапондықтар білесіздер, олар технология жағынан, даму жағынан әлдеқайда алға кетіп қалған ел. Оларда бұл уже мектептің кезінде енгізілген бұл техника, практикалар. Яғни японская техника тренировки мозга деген бар. Ютубтан да мүмкін бар шығар, қарап көріңіздер. Бірақ менде кітаптары бар. Ертеңгі тақырып ми қызметі туралы ертең сол кітапты әкеп сіздерге көрсетуге тырысамын. Сатып алып дүкендерден үйде сөйтіп тренировка жасауға болады. Ол тренировка барлық возрасттағы адамдарға келе береді. Үлкендерге де, балаларға да келе береді. Балаларыңызбен, отбасымен отырып осындай жақсы техникалар жасап, кешке қарай телевизор көріп отыра бермей, осындай пайдалы нәрселер жасауға болады. Дальше. Қайнатамды көргенде негатив ойлар келе береді. Жек көріп тұрамын. Қалай позитив ойласам болады? Сіздің қайнатаңызға ренішіңіз бар. Кешірім техникасы, Лаура ханым айтқан кешірім техникасын жасаңыз. Одан кейін бүгінгі мен техникамды жасайсыздар. Арықтау туралы түпсанға айтсаңыз қалай жұмыс жасаймыз дейді. Арықтаудың түпсанадай болғанда адамның психологияда психосоматика деген нәрсе бар. Психосоматика деген нәрсе ол біздің негативті ойларымыздың, жаман ойларымыздың біздің денсаулығымызға әсері. Психосоматика бұл медицинадағы бір тармақ, яғни соматикалық, сіздің бір психологиялық состояниеңіздің сіздің организміңізге, ағзамызға, яғни физикаңызға әсері туралы айтылатын ұғым. Гуглда қарасаңыздар, бұл туралы ақпарат өте көп. Бір қызығы, әрбір диагноздың примерно ұқсайтын нелер бар, ұқсастық жері бар. Осы туралы Луиза Хей кітабы бар, Гуглда кітап, по-моему. Владимир Жикаринцев деген автор бар, Лиз Бурбо, Валерий Синельников деген авторлар бар. Осы кісілер осы психосоматика, яғни әртүрлі дерттердің жаңағы психологиядағы, біздің психикамыздағы себептері туралы айтылған. Бұл интернетте ашық ақпарат, кез келгеніңіз ашып қарасаңыздар болады. Және ұқсастықтар міндетті түрде табасыздар. Ол жерде семіздіктің де, яғни артық салмақ ол семіздік, это ожирение, это тоже болезнь, білесіздер, 4 түрлі степені болады оның. Осы ожирение туралы, ожирениенің причинасы туралы ол бар. В основном ол опять-таки сол өкпе реніш, ыза кек,
өз өзіңмен недовольство, өз өзіңді сүймеу, самооценканы өз өзіңді құрметтемеу деген сияқты, және өте үлкен қорқыныштардан тұратын ойлар сіздің физикаңызға әсер етеді, және осылай артық салмақ жинау жаңағыдай проблемасы болып жатады. Сондықтан да интернетке қараңыздар. Айына 100 000 теңге табу үшін қандай аффирмация көмектесе ма дейді. Аффирмация дегенге қыздар ашығын айтайын, мен сенбеймін. Өйткені адамның, айттым ғой да, бір адамның бір адамнан айырмашылығы ол оның ойы. Сіз даже бір отбасында туған бауырларыңызбен сіздің ойыңыз ұқсамайды. Не то, что біреуге да. Ал аффирмация немесе біреудің біреуге өткен аффирмациясы, мен баймын, мен ертең 100 000 теңге тауып аламын деген сияқты аффирмациялар өтпейді. Өйткені түпкі санада егер де сізде ақша табуға байланысты, байларға байланысты, ақшаға байланысты, ақша қолдың кірі, ақша тек қана проблемаға келеді, тағы не, ақша үшін қырғын төбелес көп болады деген сияқты осындай сіздің ойларыңыз болатын болса, егер сіздің басыңызда, онда сіздің табыс табуға былай миыңызда керағар шектеулі ойлар бар деген сөз. Яғни табыс табуыңыз сіздің қиындау болады. Қиналып жетесіз. Біреулерге мысалы үшін 100 000 табу түк те емес. Ал сіз почему-то 100 000 табуға қиналасыз да. Өйткені жаңағыдай ойда осындай мәселелер болады. Немесе мен білмеймін, сіз танымағаннан кейін айта алмаймын да. Не болып жатыр, қалай болып жатыр деген сияқты да сіздің именно ақша туралы установкаларыңыз туралы мен ештеңе айта алмаймын. Бірақ в основном сол туралы болады. Біреулерге әлемде қаншама адамдар бар, не то что 100 000, 200 000, миллион, 2 миллион, 3 миллион табатын адамдар бар, миллион долларлап табатын адамдар бар, айына. Оның сізден айырмашылығы оның бір ақылдылығында, немесе бір связьдардың көбінде емес, ол тек қана оның ақша туралы ойларының басқа болуында, негізі ой өрісінің басқа болуында себеп. Сондықтан да аффирмация көмектеседі деп айта алмаймын. Аффирмация көмектесетін адамдар өте аз. Сол басқа ойға қалай сендіреміз? Айттым ғой, өз өзіңізбен договаривайтесь, бұл өз өзіңізбен келісу. Басқа ойға келісесіз. Как-то вот надо выявлять, и әртүрлі техникалар бар. Айтпақшы қыздар, 19 тамызда мен сабақ бастаймын өзімнің. Ол мидың тренировкасы, мидың фитнесі, ми фитнесі. 19-на басталады. 19-на мен бір жаңа қазақстандық аудиторияда, Қазақстанда әлі айтылмаған миға қатысты жақсы техника беремін. Ол техника барлығында жұмыс істейді. Это всем можно делать. Тегін беріледі 19-на. Осы техниканы түсіндіремін. Уже сіздер оны түсініп дұрыс жасағанның өзінде жақсы нәтиже аласыздар, және ол техника тегін беріледі. Және егер сіздерге осы нәрсе ұнап жатса, ары қарай екінші, үшінші этаптар болады, оған уже платно болады. Ол туралы ақпарат парақшада айтылады, бірақ 19 күні бұйырса стартовать етеміз. 19-на сіздерге уже толық дайын техника беріледі. Және ол техника сізге өмірлік былайша қарағанда не болады, как бы инструмент болады. Мықты нәрсе. Осы уақытқа дейін мен оны өзімнің бауырларыма, командадағы қыздарға, партнерларыма, достарыма үйреттім. Нәтижелер жақсы пікірлер болып жатыр. Және уже тесттен өткеннен кейін уже сіздермен баршаңызбен бөліскім келеді. Осы қыздарға марафон парақшасында, ютубтағы каналда және телеграмда беретін боламыз. Дайын болыңыздар, ұмыт кетпеңіздер. Ертең бүгін 6-шы күн ғой. 10 күндік тақырып қой бізде марафонда. 10 күннен кейін болды, осымен бітті деп парақшадан шығып кетпей, 19 күнгі осы жаңа ақпаратқа дайын болыңыздар. Медитация көмектесе ме, миға қалай қарайсыз? Медитация әрине жақсы нәрсе. Ол жаңағы өзіңіздің санаңызды тынышталдыруға, ойыңызды жинақтауға көмектеседі, бірақ медитацияны дұрыс жасай білу керек, дұрыс таңдай білу керек. Сосын мақсатқа жету үшін қандай оймен ойлау керек, арманды қалай құрған дұрыс дейді. Жақсы сұрақ. Арманды құру, сіздің мысалы бір определенный мақсат қойдыңыз. Негіз бұл отдельный сабақта мен оны сіздерге қазір 2-3 минут қалған кезде түсіндіріп айту мүмкін емес, бірақ
мақсатыңыз, егер сіз бір мақсат қойдыңыз ба алдыңызға, барынша сіз миды сендіру үшін сол мақсатыңыз туралы ақпараттарды көбірек жинаңыз. Мысалға, сіз машина алғыңыз келді, да, сол машина туралы барынша көп ақпарат жинаңыз, интернеттен, немесе бір конкретно, мысалы, Toyota Camry алғыңыз келеді, не істейсіз? Сол туралы жинайсыз ақпарат, қандай түстері бар, кім айдап жүр, содан кейін кәдімгідей базарға барып, немесе автосалонға барып, сол машинеге отырып көріңіз. Сол жердегі отдел продаждағы балалармен, қыздармен сөйлесіп көріңіз, қанша тұрады. Яғни сіз миға сендіруіңіз керек, что сізге ол машина керек екенін түсіндіруіңіз керек. Егер сіз бұрын машина айдамағаныңыз болсаңыз, бұрын сізде машина болмаған болса, сіз оны тек қана ойлап жүре беретін болсаңыз, ол машинеге қарай былай жаңағыдай қол жеткізу қиындау болады да, сізге көп ұзақтау жүріп қаласыз. Егер сол жаңағыдай миыңыз үйренсеңіз десеңіз, машинаны сатып алатын адам сияқты барып көріп, мініп көріп, отырып көріп, айдап көріп, тест-драйвқа барып сөйтіп көруге болады. Мысалы, тұрмысқа шығатын қыздар тоже, жаймен өзім тұрмысқа шыққанда мен мынаны киемін, мынандай сүлгілерді ұстаймын деген сияқты шамалы өзіңізге айлықтан шамалы сөйтіп ниет етіп тұрмысқа шыққанда қолданамын деп шамалы сөйтіп заттар жинауға болады. Бір қыздар бар, той көйлегін киіп көреді барып, салондарға барып. Ол да дұрыс нәрсе, өйткені сезініп көру керек, біліп көру керек, ми деген түсіну керек. Егер сізде тұрмысқа шығуға жаңағыдай қорқыныш болатын болса, поэтому сұрағыңызға жауап бердім деп ойлаймын. Түпкі санамен байланысқа шығу мүмкін бе дейді. Сіз түпкі санамен байланыстасыз постоянно, просто сіз оған мән бермейсіз, және тек қана сол 5%-ды санадағы ойлармен ғана өмір сүресіз, ал түпкі санамен байланыста сіз постоянно, все время в процессе. Өйткені сіздің миыңыз сол түпкі санадағы ойлардың жинаған тәжірибеңіздің арқасында іс-әрекет жасайды. Сіз сол тәжірибенің арқасында шешім қабылдайсыз, күнделікті өмірде, бірақ сіз оны байқамайсыз. Байқамай, түпкі санамен сіз постоянно связьдасыз. Так, память қалай жақсартуға болады, жаңа айтып өттім, таңертең ерте тұруға тырысып жүрмін, миым тұрма дейді, миды күшпен істеу керек дейді. Техника туралы тағы айтасыз ба дейді. Техниканы қазір телеграмға сіздерге береді. Қыздар, менің уақытым бітті. Зейін қойып тыңдағандарыңыз үлкен рахмет. Сіздерді бүгін көргеніме қуаныштымын. Эфирге біраз болып шықпағаныма, сіздермен қауышып отқаныма қуанышты болып отырмын. Үй тапсырмасын жасаңыздар, алдыңғы үй тапсырмаларын жіберіп алған болсаңыздар, міндетті түрде телеграм каналдан тауып алып жасаңыздар. Барлығы тегін, тегін болса да барынша осы ақпараттардан максимально алып қалуға тырысыңыздар. Сіздерге көп рахмет. Ертең тағы да менің тақырыбым ми қызметі туралы. Яғни ол бүгінгі тақырыптың былайша айтқанда жалғасы. Егер бүгін қызық болған болса, келіңіздер, көріңіздер, тағы да біраз қызық ақпараттар көретін боламыз. Ертең көріскенше сау болыңыздар. Қайырлы түн.